Атырауда Халел Досмұхамедов атындағы университет жатынан дарынды ер балаларға арналған ұстаз мектебі ашылды. Салтанатты шараға оқушылар мен ата-аналар, университет ректоры мен профессорлар қатысты. Толығырақ келесі сюжетте. 1 қыркүйек білім күні қарсаңында ашылып отқан ұстаз мектебі Атырау өңірі үшін маңызды бастамалардың бірі. Олай деуге басты себеп облысымыздағы ер балаларды оқытып, жоғары деңгейде білім беруінде. Арнаулы мектептің негізгі мақсаты білімді оқушылардан бәсекеге қабілетті педагогтарды дайындап шығару. Шара барысында сөз сөйлеген басқарма төрағасы ректор Саламат Идрисов оқушыларға оқу жылында сәттілік тілеп, ыстық лебізін білдірді. Негізгі ерекшелігі бұл осы Атырау өңіріндегі ауылдық мектептің балдарын, ер балдарын әсіресе осы мынау университеттің қабырғасында мектеп ашып, болашақта олардың жақсы маман болуына, білімді болуына бағыт бағдар беру мақсатында 10-11 сыныпқа арналған біз міне мектеп ашып отырық. Енді осы біздің мектепті таңдаған мына біздің оқушыларымызға жақсы білім алуға, болашақ еліміздің азаматы болуға және біздің енді мектептің аты ұстаз деген өздеріңіз білесіздер. Негізгі мақсатымыз болашақта осы мектептерге ер адамдардың баруы, яғни ер балалардың баруына жағдай жасау. Сондықтан біз осы мектеп арқылы жаратылыстану, математикалық және гуманитарлық бағытта біз дайындайтын боламыз. Шара барысында ұстаз мектебінің директоры Сәнім Қалуоваға ректор Саламат Нұрмұханұлы білім кілтін табыстап нәтижелі жетістіктерге жетуіне тілектестігін білдірді. Осы ретте профессор филология ғылымдарының докторы Қадыр Өтегенұлы мектеп оқушыларына ақжарма тілегін білдіріп, болашақ ұстаздарға сәттілік тіледі. Бұл жаңалықты біздің оқытушыларымыз бәрі де үлкен қуанышпен қарсы алды. Осындай хабарландыру шыққан кезде біздің университетіміздің ректоратымыздың шешімі бойынша осындай балаларды, ер балаларды 10-11 класстарды оқыту үшін шешім қабылдадық деп хабарландыру бергеніне біздер өте қуандық. Бұны университеттің профессор оқытушылары ондай мектептің болғаны өте қалайды. Көптеген жылдар бойында мен мектепте жұмыс істеген адаммын. Сонда мен мектеп коллективінде ер адамдардың қалай жұмыс істегенін көргенмін. Ер адамдардың көп болғандығы үлкен мектепке үлкен әсер болатын, мектептің тәрбиесі әлдеқайда биік болатындығын мен өз көзіммен көрген адаммын. Бұл мектептің ерекшелігі оқушыларды жаратылыстану, математикалық және қоғамдық гуманитарлық бағыттары бойынша терең оқытады. Мамандық таңдауда кәсіби бағдар беру, оқушыларға ұстаз болуға байланысты қосымша дағдыларды меңгерту, шет тілін үйрену үшін тегін курстар ұйымдастырылады. Әр оқушы спорттың бірнеше түрімен айналысуына мүмкіндік алады. Осылайша мектеп мұғалімдерінің жалпы санындағы ер адамдардың үлесін арттыру көзделіп отыр. Мектепке қабылданған оқушылардың жүзінен қуаныштың табы сезіліп, әсерге толы көңіл күйлерін жасыра алмады. Түскен мақсатым дейтін ол болашақта жақсы маман иесі болып, еліміздің өркендеуіне үлес қосу және осы 1 қыркүйек білім күнімен барлық оқушыларды құттықтаймын, ұстаздарды құттықтаймын. Ата-аналар да оқушыларының үміт күтіп осы мектепке беріп отыр. Барлығының үмітін ақтайды деп сенемін. Сосын 1 сыныпқа барған бүлдіршіндердің қадамдарынан нұр бітсін. Біз де осы ұстаз мектебін бітіріп, жақсы маман иесі болып, елдің өркендеуіне үлес қосамыз деп сенеміз. Ұстаз мектебіне қабылдау барысында аттестаттың орташа балы ескерілді. Сонымен қатар эссе жазу арқылы оқушылардың креативті ойлары бағаланды. Жалпы конкурс ағымдағы жылдың 15 шілдесі мен 18 тамыз аралығында өткізілді. Нәтижесінде 65 оқушы, оның ішінде 43 оқушы 11 сыныпқа, 22 оқушы 10 сыныпқа қабылданған. Нұрсұлтан Жексенбай, Тілек Қабыл Ғұмаров, Атырау телеарнасы.